Саламатсыздар ме балалар? Бүгін кезекті сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы 2-3 амалмен орындалатын есептер шығару. Бүгінгі сабақта сен есептерді модельдеуді үйренесің. Саябақта демалу мәдениеті. Сабағымызды бастамас бұрын өткен тақырыптарымызды еске түсірейік. Мен бастайын, сен қоста. Бірінші сұрақ, есеп дегеніміз не? Есеп шарт пен сұрақтан тұратын математикалық мәтін. Кесте дегеніміз не? Деректерді белгілі бір үлгіде бағандар мен жолдарға жазуға арналған сызба. Диаграмма дегеніміз не? Бұл тіктұртқыштардан немесе шаршылардан тұратын сурет. Ол мәліметтердің арақатынасын көрсетеді. Сызба дегеніміз не? Белгілі бір нәрсенің жалпы түрде ықшамдап берілген кескіні. Есептің шартын сызба түрінде көрсету ыңғайлы. Модель дегеніміз не? Сызба арқылы түсіндіру көрсету. Математикада қанша арифметикалық амал бар? Жақсы. Қосу, азайту, көбейту, бөлу. Сабақтың мақсаты бүгінгі 2-3 амалмен орындалатын есепті кесте, сызықтық бағандық диаграмма, сызба, қысқаша жазба түрінде модельдеу. Балалар, сендер саябаққа барғанды ұнатасыңдар ма? Саябақта қалай демалуға болады? Жарайсыңдар балалар. Онда барлығымыз есептің мәтінін құрастырайық. Саябаққа кіру билеті 500 теңге, батут 200 теңге, шолу дөңгелегі 300 теңге. Өте жақсы балалар. Ендеше балалар, есептің мәтінін толық оқимын, түсініп алайық. Айдос досымен жексенбі күні саябаққа барды. Олар саябаққа кіруге 500 теңгеден 2 билет сатып алды. Айдос батутқа отыруға 200 теңге, ал досы шолу дөңгелегіне отыруға 300 теңге ақша төледі. Балалар саябақта барлығы қанша ақша жұмсады? Балалар, онда есеп шығаруға кірісейік. Есептің модулін қысқаша жазба түрінде құрастырайық. Балалар, есептің мәтіні не туралы айтылған? Қандай 2-3 нәрсе белгілі? Алғашқыда не белгілі? Саябаққа кіруге 500 теңгеден 2 билет алғаны белгілі. Келесі не белгілі? Батутқа отыру 200 теңге. Келесі не белгілі балалар? Шолу дөңгелегіне отыруға 300 теңге төлегені. Балалар, саябаққа барлығы қанша ақша жұмсады? Келесі бөлігі шешуі. Ендеше есептің шешуін орындауға қандай амал қолданамыз? Балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Сурет бойынша есеп құрастырып, оны шығар. Сен достарыңмен табиғат аясына демалуға бара жатырсың. Сен 700 теңгеге не сатып аласың? Келесі тапсырмаға назар аударайық. Теңдеуді шеш. Тапқырлыққа берілген есептер орындайық. Ойлан. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.